Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта ауыл олимпиадасы 2024-25 жылда өткен 11 сынып 1 кезеңнің 22 есебін қарастырайық. X, Y жұбы келесі жүйенің шешімі болып табылады. X минус Y тең 4, X квадрат минус X, Y плюс Y квадрат тең 31. Осы жүйенің шешімдерінің жұбы болып табылады екен. X плюс Y-тің қосындысының ең кіші мәні неге тең дейді, соны табуымыз қажет. Мына жерден X өрнектеп жіберейік. Сонда Y плюс 4-ке тең болады екен X. Енді мына екінші теңдеуге орнына алып келіп қоямыз. Y плюс 4-тің квадраты минус Y плюс 4 көбейтілген Y плюс Y квадрат минус 31. 31-де өткізе салайын сол жаққа қарай. Y квадрат плюс 8Y плюс 16 минус Y квадрат минус 4Y плюс Y квадрат минус 31 тең 0 болсын. Мына екеуі жойылып кетсе, сонда Y квадрат плюс 4Y минус 15 тең 0. Дискриминантпен шығара салайық. D тең 16 минус 4 көбейту минус 15 тең 16 қосылған 76 болды. 76 ол 4 көбейту 19. Сонда 2 түбір астында 19-дің квадраты болды. Плюс минус болуы мүмкін. Y1 тең болады минус 4 минус 2 түбір астында 19 бөлінген 2 көбейту 1. 2-ге бөліп жіберсек минус 2 минус түбір астында 19 болады екен. Y2-де дәл солай, сонда минус 2 плюс түбір астында 19 болды. Енді X1 тең осыған 4 қосып жібереді екенбіз. Сонда 4 қосып жіберсек 2 минус түбір астында 19 болды. X қосылған Y тең болады. Сонда 2 минус түбір астында 19 минус 2 минус 19. Екілер жойылып кетсе, сонда минус 2 түбір астында 19 болды. X2 тең болады. 2-ні 4 қосып жіберсек, 2 плюс түбір астында 19 болады екен. Екеуін қосайық енді. X1-ге екеуін X пен Y-тің қосындысы қажет бізге. Қоссақ, минус 2 плюс 19 плюс 2 плюс түбір астында 19. Екеуі жойылып кетсе, 2 түбір астында 19. Бізге ең кіші мәні қажет. Мынау ең кіші мәні, мынау ең үлкен мәні. Нұсқа болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.